Бақытты болудың сыры. Бақытты болу тағдырдың сыйы емес, ол адамның таңдауы. Көп адам бақытты болу үшін байлық, атақ немесе мінсіз өмір керек деп ойлайды. Ал шын мәнінде бақыт жүректің тыныштығында, ойдың тазалығында және ниеттің дұрыстығында. Бақытты адам бәрі бар адам емес, барын бағалай білетін адам. Шүкір ете білген жүрек ешқашан кедей болмайды. Қиындықсыз өмір болмайды. Бірақ бақытты болудың сыры қиындықта сынбау, сынақта сабыр табу. Сабыр әлсіздік емес, ол рухтың күші. Кешіре алатын адам еркін адам. Реніш жүректе тұрса, бақытқа орын қалмайды. Ал жүрек жеңілдесе, өмірде жеңілдейді. Бақыт бір күнде келетін сезім емес. Ол күн сайын жасалатын жақсы ойдан, жылы сөзден, адал амалдан құралады. Біреуге жақсылық жасау, біреуді түсіну, бір сәтке болса да күлімдеу, осының бәрі бақытқа апаратын жол. Ең үлкен бақыт өз-өзіңмен татулықта өмір сүру. Өзіңді кінәлап өткенге байланбай, алдағы күннен үміт күте білу. Алланы ұмытпаған жүрек ешқашан жалғыз болмайды. Жаратқанға сүйенген адам уайымнан емес, үміттен өмір сүреді. Бақыт басқада емес, бүгінгі күніңде. Қазір. Осы сәтте. Ойлан. Шүкір ет. Өзгер. Сонда бақыт өзі келеді. Егер видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір қалдырыңыз және каналыма тіркеліп кетіңіз. Қолдауыңыз үшін рахмет.